Тау бөктерінде орналасқан ауылдың шетінде ақсақал мен немересі өмір сүріпті. Атасы үнемі ерте тұрып, Құран оқуды әдетке айналдырған екен. Ал немересінің кез келген істе атасына ұқсауға тырысқаны, оның ізгі істерін қайталаған қасиеттері әркімді де қызықтырады. Бір күні көңіл күйі түскен бала: «Ата, мен күн сайын сен секілді Құран оқимын, бірақ түсіне алар емеспін. Оқығанымды, кітапты жапқан бетте ұмытып қалам. Сонда Құран оқудың не пайдасы бар?» деп сұрақ қояды. Сонда пешке көмір салып жатқан қария кілт тоқтайды да немересіне мейірлене қарап: «Балам, сен мына көмірдің себетін ал да, ана жердегі өзеннен толтырып су әкеле ғой», дейді. Таңғалған немересі ештеңе деместен себетті ала жүгіреді. Алайда үйге келгенше себеттегі су түк қалмай төгіліп қалады. Күлімсіреген ақсақал: «Тезірек жүруге тырыс», деп баланы қайта жібереді. Ол бұл жолы жылдам қимылдайды, дегенмен су тағы да таусылып қалады. Бала себетпен су тасудың мүмкін еместігін айтып, шелекке қолын соза беріп еді, атасы оны тоқтатады. «Жоқ балам, маған шелек емес, себет қажет. Сен барыңды салмай жатқан боларсың», деп оны тағы да құлшындырады. Атасының алдына жеткенше бұл жолы тағы да бос себетке көз түседі. «Ата, көрдіңіз бе, мұның ешқандай пайдасы жоқ». Сонда қария: «Расымен де еш пайдасы жоқ деп ойлайсың ба? Себетіңе мұқият қарашы». Мұқият қараған бала көмір ыдысының сырты да іші де тап-таза болғанын байқайды. «Құлыным, сен Құранды оқығанда да осындай жағдай болады. Түсінбеуің де, ештеңе есінде қалмауың да мүмкін. Бірақ сенің ішің де, сыртың да өзгереді. Содан кейін Алла тағала сенің өміріңді өзгертеді», деп үнемі Құран оқудың пайдасы мен даналығын түсіндірген еді.